қуанышты күндеріміздің бірі. Осындай мерекелер көп болсын, біріміз тереңдей шыңдай алайық. Оқушылар қазір біз топқа бөлініп, мынадан алыңыздар. Осы үш түрге қарай бөлініп отырамыз. Аралығымен, сопақшамен және отан күніге бөлініп отырамыз. Қағаздың үстіне қарай бөлініп отырамыз. Қағаздың үстіне қарай тегіңіздер, оқушылар тегіңіздер. Оқушылар үй тапсырып сөйді деп қарамыз, оқушылар. Үй тапсырмасын ескеп сөйлейін. Үйге қандай тақырып беріп едіңіз? Ми бөлімдері және ми бөлімдері нешеге бөлінетін еді, және оларды 5 түрге бөлгенбіз біз. Олардың әрқайсының өзінің атқаратын қызметі бар еді, естеріңізге түсті ма? Ал енді сол тақырып бойынша үйде жақсы оқып дайындалып деп ойлаймын сіздерді. Себебі миды оқып үйрену бәрімізге өте жақсы пайдалы олacak. Себебі мидың қызметін білуге тиіспіз. 2 сұрақ бар ішінде оқушылар. 2 сұрақ бар, соған дайындалыңыздар үй тапсырмасы. Болды, дайындаламыз. Сіздер асылған оқушылар ма? Иә, оқушылар, екеуіне де жауап беріңіз. Болды, 2 минут уақыт беремін. Мына тақтада да оқушылар сұраған сұрақтары арқылы сіздерге үй тапсырмасы беріп жатырмын. Оқушылар, мына топ дайын екен оқушылар сіздерді. 2 минут уақыт беремін оқушылар, дайындалыңыздар. 2 минут уақыт беремін. Белгі береміз. Ал қай орталық ми, аралық мидан бастайық. Оқушылар, сіздер аралық мидан жауабын қарап отырыңыздар. Мүмкін дұрыс айтпай жатса, тұрып сіздерге балл қосылады ол кезде. Бірінші сұрақ, үлкен сынауларының бөлімдері. Самай, шүйде, төбе. Иә, арқамай. Арқамай ол 3 бөлімнен тұрады. Көпір, мыршық, қаден, сопақша. Бірінші сөз. Баролив. Көпірі. Ол 3 бөлімнен сопақша, мыршықша, арқамай осы 3 бөлімнен бөлінген. Арқамай сол арқамайдың бастың арқамай жақтағы сигналдарын қабылдап қозғалысын жасайды. Тағы да? Бізде үлкен өмесігі Ол мыршықшаға және сопақшамайға өзінің әрекеттерін жібереді. үлкен өмей сигналдары 4 бөлімге бөлінген. Маңдай, самай, төбе, шүйде болып 4 бөлімге бөлінген. Және соның олар қызметтерін атқарады. Төбе бөлігі дегенді сол қимыл сезімтал мүшесін атқарады. Сезімтал мүшесіне мысалы саусақ, тіл, ерін деген секілді жатады. Молодец. Жарайсыңдар. Иә. Ал, ортан бөлік. Бізде бірінші сұрағымыз төбе бөлігі туралы. Бізде төбе бөлігі тері бұлшық еттеріне сезімталдығына жауап береді. Және де оған осы жерге тері рецепторларынан ақпараттар келіп түсіп отырады. Біздің ағзамыздағы ең сезімтал ағзалар бұлар қол саусақтары, тері, ерін. Бұл жүйке, бұл бөлімдерге қарағанда олар арқаға қарағанда өте сезімтал болады. Сопақша ми деген жұлынның жалғасы, ода сұржат пен ағзат орналасады. Сопақша ми үш қызметті атқарады. Жүректің соғуы және ас тарту, сосын тыныс алу. Сопақша ми жұмыстан шыққанда адам бірден өледі. Жүрек пен тыныс тоқтаса, адам бірден өледі. Оқушылар,
яғни бір-біріңізді сұрақтарыңызды тыңдадыңыздар, дұрыс деп ойлайсыздар ма? Жарайды, ары қарай жалғастырамыз онда. Оқушылар футбол ойынын білесіздер ма? Яғни бүгін сабақты футбол ойын әдісімен ары қарай жалғастырамыз. Бұл да тез арада жауап беру керек, себебі біз бұл сабақтың бәрін өткенбіз. Сол себептен біледі деп ойлаймын оқушылар сіздерді. Бірінші, қол көтереміз. Самай бөлігі. Самай бөлігі. Дұрыс па балдар? Кетті, Варатаға жібереміз. Екінші, қол көтереміз. Жасқа, Динара, Абдинар, кім? Собақша менің маңызды орталықтары. Айта олайда. Үш түрі болады, жүректің соғуы, тыныс алу және жас асқору. Дұрыс па? Жауап дұрыс па? Негізде мына қағанда сұрақ бойынша жақсы жауап беріп жатыр. Ұмтыламыз. Футболды балдар жақсы көрмейді. Үрген той сабақтарының бөлімін аты. Ал Абдидар? Маңдай, төбе, шүйде, самай. Молодец. Қарайық. Көрім орталығы қайда орналасқан? Шүйде бөлігінде орналасқан. Дұрыс айтады. Бәрін футбол жақсы ойнайды екенсіңдер. Жүйке жүйесіне қандай бөлімдер тұрады? Жүйке жүйесі қандай бөлімдерден? Қайда ғой? Жүйке жүйесі, я? Орталық жүйе, шеткі жүйе. Қайда бас айтайықшы? Біреуді сұрамыз, кім жауап береді? Сен айта ғой. Аралық мен, ортаңғы мен, артқы мен, мүшік, Балдар, рахмет. Барлықтарың өткен сабақты жақсы түсінген сияқтысыңдар, меңгерген сияқтысыңдар оқушылар. Осымен үй тапсырмасын сіздерден жақсы жауап алдым деп ойлаймын. Енді қазір біз үй тапсырмасына жаңа тақырып өтеміз. Жаңа тақырып. Дәптеріңізді ашыңыздар. Бүгінгі числоны жазыңыздар. Рефлекс және рефлекс доғасы деп жазыңыз. Ал рефлекс дегеніміз оқушылар қараңыздар. Қараңыздар, оқушылар. Рефлекс дегеніміз орталық жүйке жүйесіне қатысында ағзаның несі екен? Жауап реакциясы. Негізгі рефлексия дегеніміз латын тілінен алынған оқушылар. Латын тілінен алған кезде рефлексті жауап қайтару деген мағынаны білдіреді. Яғни оны рефлекс дегеніміздің өзін жазып алсаңыздар да болады. Рефлекс дегеніміз сыртқы және ішкі тітіргендіргішке, жүйке жүйесіне жауап беру реакциясын не деп айтамыз? Рефлекс деп атаймыз. Рефлексті зерттеу барысында бізде француз ғалымы Рене Декарт зерттеген оқушылар, ал орыс ғалымдары да осыған сүйене отырып, жаңағы ары қарай жұмыс жасаған. Яғни орыс ғалымы пайдаланған осы рефлексті орыс ғалымы пайдаланған ғылымға оқушылар. Сеченов. Кім? Сеченов. Оқушылар ертең тесте келесі. Және орыс рефлекс доғасын жазып жатсыздар ма? Рефлекс доғасы туралы ілімнің авторы кім екен деп ойлайсыздар? Павлов деген естігендеріңіз бар ма? Естігендеріңіз бар ма? Павлов. Енді оқушылар еркек тесте сіздерге келеді. Рефлекс ғалымын қандай ғалымдар зерттеді деген кезде француз ғалымы Рене Декарт, орыс ғалымы пайдаланған мына кісі орыс шешен кісі, ал рефлекс доғасын доғасы туралы ілімнің авторы кім пайдаланды? Павлов деген кісі. Ал ана екен оқушылар. Енді оқушылар осы кісілер зерттеу барысында олар ұлуды, буын аяқтыларды зерттеді. Яғни оларда
рефлекс бар екенін осы кісілер зерттеп осыны дәлелдеді. Ал ары қарай оқушылар. Рефлекс доға дегенімізді түсінейік енді оқушылар. Рефлекс доға дегенімізді 5 жаңа бөлімге бөлінеді оқушылар. Қандай? Орталық жүйке жүйесі, мироны және жұмысшы. Оқушылар сіздер дәптерді ары қарай жалғастырып отырасыздар. Жазып, мынаны жазып болдыңыздар ма? Ал нешеге бөлінеді екен оқушылар? 5-ге бөлінеді екен. Қазір талдаймыз оны. 5-ге бөлінеді екен. Оқушылар енді рефлекс доға дегенімізге жазылды. Рефлекс доға. Рефлекс доға дегеніміз импульс өтетін жол. Неге? Ал енді оқушылар осы біз айтамыз, егер де осы организм жауап қайтару үшін ол міндетті түрде қайтару емес, яғни қозғалу түрде берілумен ғана шектелмейді екен оқушылар. Тағы да оларды әртүрлі жауаппен қайтарады. Қараңыздар, біз жаңа айттық қой мына жерде рефлекс тітіргендіргіш арқылы жауап береді дедік та, ол қозғалу арқылы деп ғана біз түсініп отырмыз да. Ал негізінде ол басқаша түрлер арқылы да рефлекс жауап бере алады екен. Мысалы, соның ішінде жаңа рефлекс доғаларын айтып кетеміз. Мына жерде тері, мынау не оқушылар? Не көріп тұрсыздар? Тері, иә? Тері. Ал енді осы теріде жаңағы тері бөлімдерін, дерма бөлімдерін, терінің жоғары қабатын көріп отырсыздар, иә? Ал енді осы тері арқылы біз көп нәрсені сезінеміз. Нені? Немесе тағы басқа. Бағана мысалы, мына видеоны қараңыздаршы. Тыңдаймыз. Рефлекс бұл белгілі бір бірден кері болып қайтару реакциясы. Ыстық немесе өлікті реакциясы бірден жауап ретінде орнатылған рефлекстің бір түрін нышаны. Тітіркенуді қабылдайтын мүше рецептор деп аталады. Біздің мысалымызда бұл терідегі ауырсынуды сезетін рецепторлар. Жауап қайтаратын мүше эффектор деп аталады. Қолды тартып алу рефлексінің мысалында бұлшық-еттер эффекторлар болып табылады. Жүйке импульсінің рецептордан эффекторға дейінгі қашықтықты рефлекторлық доға деп аталады. Рефлекторлық доғаның бірінші элементі рецептор болып табылады. Ол рефлекторлық доғаның екінші элементі болып табылатын афферентті нейроннан орталық жүйке жүйесіне және жұлынға жүйке импульсін өткізеді. Жұлында импульсті эфферентті нейронға жіберетін қондырма нейрон болады. Содан кейін эфферентті нейрон рефлекторлық доғаның соңғы элементі эффекторға импульсін өткізеді. Эффектор ағзаның нақты рефлекстік реакциясын жүзеге асырады. Оқушылар, бұл жерде бізде бұл жерде мына жүйке қандай жүйке екен оқушылар? Екі атаумен атады жазамыз. Афферентті, бірінші афферентті латын тілінен алынған. Жазамыз. Афферентті. Не деп айтылады екен бұл оқушылар? Қозғалтқыш па? Қозғалтқыш па? Қозғалтқыш. Иә, орталыққа тепкіш деп айтамыз. Орталыққа тепкіш. Екі атаумен атап тұрмыз оқушылар. Эфферентті және орталыққа тепкіш деген мағынада беріледі екен оқушылар. Негізінде афферентті дегеніміз не болып тұр? Орталыққа тепкіш. Афферентті дегеніміз не? Әкелуші. Яғни афферентті әкелуші деп айтуға болады оқушылар. Екіншісі қалай? Орталыққа тепкіш. Тепкіш. Осылай
сезімтал мүшелері, сезімтал жүйке талшықтары осындай екі тілмен айтады екен оқушылар. Үшінші бөлімде не көріп тұрмыз оқушылар? Не көріп тұрмыз оқушылар? Иә, дұрыс айтады. Жолының көлденең кесіндісі, яғни бұл орталыққа жіберіп отыр, қараңыздар. Иә, тіркелгішті орталыққа жолына жіберіп отыр. Көлденең кесіндісі сіздерге көрсетіп отыр. Үшінші несі. Яғни бұл не деп айтамыз? Орталы жүйке жүйесі деп атаймыз. Ал төртінші қозғалтқыш не деп айтамыз? Эфферентті ма? Иә, жазамыз. Эфферентті. Қайдан алынып отыр? Ағылшын тілінен. Эфференттіні не деп айтамыз оқушылар? Әкелгіш ма? Жоқ, қалай? Қозғалтқыш. Дұрыс па, солай ма? Екінші атаушы? Орталықтан келетін эфферентті. Орталыққа тепкіш. Афференттіге мысал келтіретін болсақ, біз ауа райының салқындығында біз не істейміз оқушылар? Бірінші мен ашшы мынаны. Бірінші сыртқы ортада не істейді оқушылар? Біз тітіргеніміз пайда болады, білесіздер ғой? Біз жылы жерден мұздай жерге шықсақ, далаға шықсақ, тітіргеніміз пайда болады. Ол кезде оқушылар, ол кезде қараңыздар, терідегі тамырлар рефлексті түрде тарылады. Тамырлар суықтан не қылады? Тарылады. Не себептен? Жылуды сақтап қалу үшін. Екінші, жүн немесе мамық көтеріледі дейді. Адамда құс тері пайда болады дейді. Адамда құс тері деген болады екен оқушылар. Ол ана сыртқа шыққан кезде, ана нелер қан тамырлар тарылған кезде, ана бұлшық еттер жиырылады екен. Жиырылған кезде далаға барсаңыздар бөртіп кетеді ғой, сөйтіп жаңағы түк көтеріледі. Неге көтеріледі? Себебі бұлшық ет жиырылған кезде тері көтеріледі де жаңағы құс терісі пайда болады. Ана тітіргендіктен терілерін көтеріліп кетті деп айтып жатсыздар ғой. Сол осындай кезде. Ал құстарда, жануарларда ол кезде жүн немесе мамықтары көтеріледі екен. Ал тердің бөлінуі тоқтайды дейді. Тердің бөлінуі өзіміз сыртқы ортаға барғасын, тарылғасын, бұлшық ет жиырылғасын, бұл жерден теріне алады, тоқтайды, бөлінуін тоқтатады. Ал ең соңында жаңағы айтқан діріл пайда болды, содан кейін енді түйіршіктер пайда болды деп айтасыздар ғой. Міне осы төрт сатыда оқушылар жаңағы рефлексия айтуға болады. Ары қарай. Одан кейін оқушылар, мына жерде не қалды? Орта жүйке жүйесі айтып қозғалды. Жұмысшы мүшені оқушылар біз бар ғой, жаңағы алынған жүйке импульсіне жауап ретінде емес, олар жұмыс мүшесі жұмысқа, істеген жұмысқа жауап беру. Мысалы айтатын болсақ, қандай да бір рефлекс бөлінуі, мысалы бездер арқылы бөлінетін болса, ауызға сілекейдің бөлінуі, тердің бөлінуі. Сілекейдің бөлінуі деген кезде оқушылар ол сезім рецепторлары бұл жерде жұмыс жасайды. Тамақтың түрін көрсеңіздер, немесе бір тамақтың иісі келсе, сіздер не істейсіздер? Ауыздан сілекей бөлінеді. Немесе көзбен көру оқушылар. Көзбен көру арқылы біз сыртқы ортаны ажырата аламыз, күннің ашық екенін, керемет көріністер бар екенін, мен қазір сіздерге сол арқылы осының барлығы жұмысшы мүшелерге сезімтал рецепторлар арқылы берілетінін айтайын оқушылар. Ал оқушылар бәрін жазып отырдыңыздар ма? Иә. Енді сіздерге мына видеоны көрсетейін.
Ауылымыздың табиғаттағы көрінісі туралы. Оқушылар ол жерде біз неше түрлі жан жануарлар, жәндіктер, су астындағы керемет әлемді көзбен көрдік, түсіндік, ажыраттық. Жаңа сіздер айтпақшы, рефлекс тек қана қозғалу арқылы ғана жауап бермейді екен. Ол жерде жан-жақты біз ақпарат аламыз. Қозғалмасақ та, немесе жаңағы көзбен көруді білдік бұл жерде, естуді білдік, оқушылар ажыраттық, суда тіршілік бар екенін түсіндік. Яғни өткен сабақты үй тапсырмасымен де салыстырып кететін болсақ, бұл жерде ойлау қабілетімізбен біз барлығын қамтып шықтық. Ал енді оқушылар, сіздер рефлекс туралы не түсіндіңіздер? Жұмысшы мүшесін жаңа қозғалтқыш, сол арқылы міне бір-бір неге жауап беріңіздер. Біреуіңіз жауап бересіздер, жалпылама жаңа тақырыпты қаншалықты меңгергендеріңізді көрейікші. Бәрін керемет түсінесіздер. Ауызша. Сіздер мынаған жауап беріңіздер. Біріншісіне. Сіздер екіншісіне жауап беріңіздер. Сіздер екіншісіне жауап беріңіздер. Сіздер үшіншісіне жауап беріңіздер. Екі минут уақыт беріп оқушылар. Жауап болса, жауабы Біздікі яғни рефлекс тоғасының барлық ретін атап және олар қанша дейді. Бұлар яғни бесеу, Орталық жүйке жүйесі. Және қозғалғыш нейромотор. Молодец. Керемет. Ал аралық ми жауап беріңдер. Тақтаңыз оқыңыздар. сезімтал нейрон қандай сезімтал нейрон дегеніміз анықтамамен сезімтал нейрон дегеніміз жүйке жүйесіне өтетін жолда, яғни ол миға апарады. Ол жүйке жүйесіндегі ақпарат. Сол шунun орталыққа ұмтылатын деп аталады. Және де оның тағы да бір атауы бар. Ол афферент деп аталады. Латын тіліне қарағанда әкелуші, орталыққа тепкіш болып есептеледі. Отырыңдар. Керемет. Рефлекс және рефлекс доғасына түсініктеме анықтама беріңдер. Мәселен, рефлекс орталық жүйке жүйесіндегі теңдікшіге жауап беретін реакция болып табылады. Рефлекс доғасы дегеніміз яғни импульстің өтетін жолы болып табылады. Жарайды. Енді оқушылар биологиялық диктант берейік сіздерге. Шаршамаған жоқсыздар ма? Жоқ. Себебі бұны 11 классқа дейін оқисыздар оқушылар. Бүгін сіздермен біз өйтіп жатырмыз. Рефлекс доғасыздар, ертең осыны 11 классқа дейін. Білесіздер ме? Көрінікпенің орнына тиісті сөзді қойып шығасыздар. Тақтаға біз оның дұрыс жауабын береміз. Бері қараңыздар. Кесте толтыру жеке жұмыс. Яғни әрқайсыздарыңыздың өздеріңіздің қаншалықты білімді меңгергендеріңізді білуің үшін жеке жұмыс беріп отырмын. Тек нақты жауабын берсеңіздер болды. Әрқайсыңыз жеке. Керемет, мен оқушыларым сондай керемет.
Talab o'quvchilar. Akiluvchi nemesi o'rtoqdan tep akilov kim bo'ldi? Madina mana bana javob berdi. Hozir men o'sha yerdan o'qib ko'raychi. Birinchi so'roq durust. Ikkinchi so'roqda tursa kerak. Tekshirib javobni aytaman. Bo'ldi o'quvchilar. Berildi. Buni mendetli turda akilov o'ynadi. Yekso'roq ma'qul. Tushungan şey o'quvchilar bari birdan akilov. 3 so'roqqa javob berdim, 5 so'roqqa, 3 so'roqqa, 7 so'roqqa, 3 so'roqqa javob berdim. Jarasizlar. O'quvchilar kelamet. Tek qana qo'zg'alishga qana javob beremedim. Jan-jaqda javob beremedim. Tera arqылы ko'rdi. Егер so'qqa chiqqan жағдайда немесе жаңағы свеча қолымыз күйген кезде не істедік? Қазір алдық неге? Жуды, сенімге, оқушы ептердің есі жүйелі арқылы оған жауап рефлексия арқылы бүгінгі кері байланысын бүгінгі сабақта мен түсіндім, білдім, көзім жеткізді, немесе бүгінгі сабақта қуантқаны мен жазыңызда да мына неге стикерге сөйтіп мына ағашқа апарып жабыстырыңыздар. Жабыстырыңыздар. Балалар, рахмет. Оқушылар үйге рефлекс доғасын оқып келеміз. Сау болыңыздар.